Сәлеметсіздер ме достар, сіздерге қазір Ойдуман KZ квиз платформасын қалай қолдану керек жайлы нұсқаулықты көрсететін боламыз. Ойдуман KZ бұл сіздің үйіңізде, немесе кафе, ресторан, мейрамханаларда, кез келген жерде достарыңызбен, отбасы, туыс ағайындарыңызбен бірге интеллектуалды квиз ойнауға арналған платформа. Яғни ешқандай шектеусіз, кез келген жерде, кез келген адамдармен квиз ойнай аласыздар. Ол үшін бізге алдымен ортақ бір құрылғы қажет. Ол құрылғы телевизор болуы мүмкін, немесе осындай планшет болуы мүмкін, немесе бізде қарапайым телефонның өзі осындай ортақ құрылғы ретінде жұмыс жасай алады. Қазір алдымен телевизормен бойынша нұсқаулықты көрсетеміз. Дәл осы нұсқаулық бойынша телефонмен де, планшетпен де ойынды ойнай аласыздар. Алдымен браузерге кіреміз. Адресная строкаға ойдуман.kz деп жазамыз. Міне бізге сайттың бастапқы беті ашылды. Осы жерде біз үш негізгі батырманы көріп тұрмыз. Яғни ең біріншісі ол классикалық квиз, екінші тақырыптық квиздер және үшіншісі балаларға арналған квиздер. Біздің қазіргі таңда сайтымызда классикалық квиздер мен тақырыптық квиздер салынған. Балаларға арналған квиз жақын арада қосылатын болады, қазірше жұмыс жасамайды. Классикалық квиздің үстін басатын болсақ, бізге жақында салынған классикалық квиздердің жаңа нұсқалары шығады алдымен, одан кейін ескі нұсқалар шығады. Квиздер бізде ақылы түрде, алайда бір квизді тегін сыйлыққа ойнай аласыздар. Міне ең алғашқы отырған квиз, бұл біздің сіздерге берген сыйлығымыз. Осы жерде тегін ойнау батырмасын басу арқылы квизді тегін ойнай аласыздар. Алдымен сіздерге ойынның барысын көрсету үшін классикалық квизден бастап көрейік. Міне классикалық квиздің үстін басамыз. Осы жерде бізде ақылы және тегін бір классикалық квиз орналасқан. Осы жерде кез келген бір классикалық квиз таңдайық. Мысалы 29 шілде күні салынған классикалық квизді басып көрсек, бізге классикалық квиздің 29 шілде күнгі классикалық квиздің басты бетіне өтеміз. Бұл жерде негізгі ақпараттар орналасқан, яғни қай күні салынды бұл квиз, және қанша турдан тұрады, қанша сұрақ болады, және оның авторы тұрады. Яғни бізде қарасаңыздар, автор деген нәрсе бар. Біздің қазіргі таңдағы сұрақтарымыз өзіміз құрастырудамыз, яғни автор Ойдуман платформасы ретінде саналады. Болашақта басқа да квиз авторларымен жұмыс жасаймыз, және солардың сұрақтарын енгізген кезде соларды автор ретінде қосып көрсететін боламыз. Сатып алу ойнау батырмасын басамыз. Сатып алу батырмасын басқаннан кейін бізге кабинетке кіру терезесі шығады. Бұл терезеде QR код арқылы кірсек болады, немесе логин паролімізді жазып кірсек болады. Егер сізде кабинетіңіз әлі жоқ болса, онда тіркелу батырмасын басамыз және осы арқылы тіркелеміз. Мен қазір кабинетке кіремін. Кабинетке кіру үшін осылай QR кодты сканерлеп сілтемеге өтеміз. Осы жерде QR арқылы кіруді растау батырмасын басамыз. Осы жерде логин пароль жаза саламыз. Біздің жағдайда қазір мен өзім логин парольді жазамын. Міне мен логин парольді жаздым, кіру батырмасын басамын. Кабинетке сәтті кірдіңіз деп шығады, және артында теледидардан бірден кабинетке сәтті кірдіңіз деген терезе шығатын болады. Осы жерде бірден бізді сол біздің таңдаған квизіміздің басты бетіне өткізеді, және осы жерде бізге Каспий QR шығады. Біздің жағдайда қазір Каспий QR мен төлем жасаймыз. Бірден төлем жасағаннан кейін бізге төлеміміз қабылданды деген терезе шығатын болады. Және осы жерде бірден біз ойынның күту бөлмесіне өтетін боламыз. Күту бөлмесінде квиздің датасы және қосымша ақпараттар тұратын болады. Мына жерде жазылғандағыдай тек команда капитаны QR сканерлеп, команда атауын жазып ойынға қосылсын деп нұсқаулық жазылған. Яғни тек команда капитаны ғана осы QR-ды сканерлеп, өзінің командасын жауабын енгізетін бетке өтетін болады. Біздің жағдайда екі телефонмен екі команда ретінде QR-ды сканерлеп қосып көрсек болады. Бір команда арқылы кірдік, екінші команда арқылы тағы да кіріп жатырмыз. Міне екі командада өзінің капитандары осы сканерлеп, міне осының команда атауын және тобында неше ойыншы бар екенін жазып белгілейтін болады. Мысалы, мынау Android телефонмен қазір сізге көрсетейін. Біздің жағдайда мысалы дарындылар командасы болсын. Міне дарындылар командасы және үш адам қатысты деп енгізіп қойдым. Бізде экранда бірден командамыздың тіркелген командалардың біреуі шықты. Екінші команда ретінде де тағы да енгіземін. Міне ақылдылар командасы деп жазып, 5 деп енгіздік. Яғни біздің командада 5 адам бар деп белгіледік. Ең жоғары тұрған ойын бөлмесінің коды дегенге тиіспейсіздер, яғни QR сканерлегенде ол автоматты түрде сол жерде тұратын болады. Ойынға кіру батырмасын басамыз. Міне осы жерде бізде екі команданың да
атаулары шығып тұр, яғни ақылды бар және дарынды бар. Тағы да команда қосылатын болса, топ команда капитандары тіркеліп, осы жерге тіркеле алады. Бір ойында 8 командаға дейін қатысуға болады. Барлық команда капитандары QR сканерлеп өзінің командасын қосып болған соң, ойынды бастау батырмасын басасыздар. Ойынды бастау батырмасын бастық. Бізде бірінші тур шықты. Біздің ойынның команда капитандарының телефондарында осындай ақпарат тұратын болады. Күтіңіздер деген. Мына жерде, яғни бүкіл команданың нәтижесі тұрады. Әзірше ешқандай ойын болмағандықтан барлық ақпараттар көрсетілмей тұр. Енді бірінші турды бастау батырмасын басамыз. Осылай ойын басталады. Ойынның алғашқы сәті осылай кері сандармен басталады. Және бірінші сұрақ қазір естіледі. Біз алғашқы сұрағымызға келдік. Бірінші турды бастадық. Бірінші тур сұрақтарына назар аударыңыздар. Ұшақ Алматыдан жергілікті уақыт бойынша сағат 14:00-де ұшып шығып, екінші қалаға 8 сағаттан соң қонды. Екінші қала Алматыдан 5 сағатқа артта қалады. Сонда ұшақ екінші қалаға жергілікті уақыт бойынша нешеде қонды? Осы сұрақты оқылғаннан кейін команда капитандары өзінің тобымен ақылдасып, өздерінің қолдарындағы телефондарға жауаптарын жаза бастайды. Бұл жерде әрбір турда 7 сұрақ болса, 7 сұраққа арналған жауап парақшасына осылай өздерінің жауаптарын жазатын болады. Әрбір сұраққа 45 секунд ойлануға уақыт береді, және бүкіл сұрақты қойғаннан кейін әрбір сұрақты тағы да бір рет қайталап шығатын болады. Барлық жердегі квиздер сияқты біздің де форматымыз осындай. Арнайы 45 секунд уақыт өткен соң екінші сұрақ қойылады. Осы 3 әріптен тұратын аббревиатураның толық ағылшынша атауын жазыңыз. Осылай біз жауабымызды жазамыз. Егер сіздер бүкіл команда бойынша 45 секунд тым ұзақ десеңіздер, келесі сұрақ батырмасын басып, келесі сұраққа бірден өте аласыздар. Әрине бүкіл команда капитандары оған келіссе. Егер сіздерге фондағы музыка кедергі болатын болса, мына батырманы басып, яғни мына жерде музыканың батырмасы бар, осыны басып, музыканы фондағы өшіріп тастай аласыздар, немесе қайтадан басып қоса аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бастапқы сұрақтарымыз кейде жеңіл форматта жүреді, яғни бұл жалпы отбасылық достар арасындағы арналған квиз болғандықтан сұрақтарымыз түрлі деңгейге бөлінетін болады. Оңай квиздер, қиын квиздер және SSS деңгейлі квиздер деп. Яғни өздеріңіз қалаған деңгейдегі квиздер таңдап ойнайтын боласыздар. Біздің нұсқамызда қазір жеңіл сұрақтар қарастырылуда. Достар, біз 7-ші сұраққа да келдік. Яғни бірінші турдың соңына келдік. Екі команда капитандары өзінің командасымен ақылдаса отырып, жауаптары енгізіп, соңында қазір 7 сұрақтың уақыты біткеннен кейін жауаптарды жіберу батырмасын басып, жауаптарын жібере алады. Қазір көрейік. Сұрақты қайталауға бастық, яғни бүкіл сұрақтар қазір қайталанып шығатын болады. Ұшақ Алматыдан жергілікті. Егер диктордың дауысы жай шықса, дауысын көбейте аласыздар, және немесе қайта баса аласыздар. Егер сіздер жауаптардың қайталаудың қажеті болмаса, жауап беруге бірден өту батырмасын басып, жауап беруге бірден өте аласыздар. Қазір жауап жіберуге кеттік. Мына жерде екі команданың жауап берген, бермеген жерлі ақпараттар бар. Мысалы, жауаптар жіберу батырмасын басамыз. Екі командада жауап жіберілді деп ақпарат шықты. Енді уақыт өткеннен кейін бізге бүкіл жауаптарымыз шығатын болады. Екі команданың телефонында да жауаптар қабылданды деген ақпарат шықты. Яғни біз осы жерде команданың нәтижелері және жауаптар шығатын болады. Бірінші сұрақтың жауабы 17:00, келесі сұрақ жауабына көру. Екінші сұрақтың жауабы осындай. Ақылды бар командасы дұрыс жауап берген, дарынды бар командасы жай ғана білмейміз деп жазған, немесе бос қалдырып кеткен болуы мүмкін. Екінші дарынды бар командасы білмейміз деп жазған. Сіздер жауапты білмейміз деп жазсаңыздар болады, немесе бос қалдырсаңыздар да болады. Келесі сұраққа өтеміз. Үшінші сұраққа екі командада дұрыс жауап берген. Дәл осылай бұл бүкіл сұрақтарды қарап шыға аласыздар. Әр сұрақтың дұрыс жауаптарын осылай асықпай қарап, көріп шыға аласыздар. Келесі турға өту батырмасын басқаннан кейін бізде
бірінші турдың нәтижесі шықты. Яғни ақылды бар командасы 3 ұпай алған, 3 сұраққа дұрыс жауап берген, 7 ұпайдан дарынды бар командасы 2 сұраққа дұрыс жауап берген. Мына жерде бізде кішігірім ақпарат бар, яғни ойын барысында ұялы телефонды тек команда капитаны қолдануына болады. Яғни тек сұрақ енгізуге қолдануға болады, басқа уақытта, яғни басқа мақсатта қолдануға болмайды. Екінші турды бастау батырмасын басып, екінші турға өтеміз. Яғни дәл осылай 3 турды да өтіп, жеңімпазды анықтайтын боламыз. Ортақ құрылғы ретінде планшетте де сұрақтар оқуға немесе телефонда да осылай қолдана аласыздар. Яғни телевизордың болуы міндетті емес, достар. Достар, міне бізде екінші турдың соңына да келдік. Осы жерде біздің команда капитандары өзінің дұрыс жауаптарын енгізеді. Ақылдасып, егер білмей қалған жауаптар болса, бос қалдырып кетсе болады. Және сұрақты қайталау батырмасына басып, осы 45 секунд күтпей-ақ келесі турға өте берсек болады. Міне сұрақтарды қайталау батырмасын бастық. Қазір бүкіл сұрақтар қайталанады. Бұл жапондық анимациялық туынды бүкіл әлемде. Егер сұрақтардың қайталанғанын күткіңіз келмесе, жауап беруге бірден өтір батырмасын басып, міне осылай жауаптарыңызды енгізе аласыздар. Екі команда да өздерінің жауаптарын енгізеді. Бірінші сұрақтың жауабы Наруто екен, және келесі сұрақ жауабын көріп батырмасын бассаңыз ғана келесі сұрақтың жауабына өте аласыздар. Яғни осы жерде біраз талқылау, сұрақтың сапасын тексеру, сұрақтың жауабына дұрыс па бұрыс па тексеріп ақылдасып, екі командада өздеріне іштей шешім шығаратын болады, және келесі сұраққа осы батырманы басу арқылы ғана өтетін болады. Бұл жағдайда екі командада дұрыс жауап берген екен. Дәл осылай бүкіл сұрақты көріп шығамыз. Қазақ күйшілік қал. ABS, Anti-Lock Braking System. Назар аударамыз. Экранда екінші тур нәтижелері. Көріп тұрғандарыңыздай, екінші турдың нәтижесінде екі командада бірдей ұпай жинаған. Жалпы нәтиже бойынша ақылды бар командасы бірінші орында тұр, дарынды бар командасы екінші орында тұр. Осылай үшінші турға да өтетін боламыз. Үшінші турға өту үшін үшінші турды бастау батырмасын басамыз, және келесі 7 сұраққа жауап беретін боламыз. Үшінші тур сұрақтарына назар аударыңыздар. Достар, міне астындағы сілтемелерге қарасаңыздар, біз қазір 7 сұрақтың үшіншісінде тұрғанымызды көрсетеді. Яғни алғашқы 3 сұрақ оқылды, және біз үшінші сұрақта тұрғанымызды көрсетеді. 4, 5, 6 және 7 сұрақтар әлі оқылмағанын көрсетеді. Достар, үшінші турдың соңғы сұрағына да келдік. Сұрақ қайталау батырмасына басып, бүкіл сұрақты қайтадан қайталап шығуға мүмкіндік береміз. Үшінші тур сұрақтары соңғы рет қайталанады. Бұл Голливуд актері өз мансабында. Егер жауап беруді бірден өту деген бассаңыздар, бірден жауап беруге өтесіздер. Құрметті қатысушылар, жауаптарыңызды енгізулеріңізді сұраймыз. Енді екі топта өздерінің жауаптарын енгізетін болады. Міне жіберуде дейді. Осылай өздерінің жауаптарын енгізіп, үшінші турдың нәтижесін көре алатын болады. Бірден бірінші сұрақтың дұрыс жауабы шығып кетті. Осылай әрбір сұрақтың дұрыс жауаптарын көріп, келесі сұраққа өту батырмасын басу арқылы біртіндеп жылжи аласыздар. Достар, міне бізде 3 турдың нәтижесі бойынша екі команда нәтижелері шықты. Бірінші орынды дарынды бар командасы, екінші орынды ақылды бар командасы алды. Сізде дәл осылай квизді үйлеріңізде ойнап, достарыңызбен, отбасыларыңызбен, ағайындарыңызбен білімдеріңізді көрсете аласыздар. Кімнің интеллектуалды екенін анықтай аласыздар. Және келесі квизді ойнағыларыңыз келсе, басты бетке өту батырмасы арқылы басқа да квиздерді таңдап, тағы да төлем жасап ойнай аласыздар. Сіздерге нұсқаулық түсінікті болды деген ойдамыз. Егер қандай да бір түсініспеушілік сұрақтарыңыз болса, біздің Threads, TikTok, Instagram парақшаларымызға сауал қоя аласыздар. Біздің WhatsApp менеджерге жазсаңыздар да болады, егер сұрақтарыңыз болып жатса. Сондықтан сіздерді күтеміз, барлығы түсінікті болды деген ойдамыз. Әрдайым білімдеріңізді шыңдап, интеллектуалды қабілеттеріңізді арттыра берулеріңізге тілектеспіз. Сау саламатта болыңыздар.